Қамшылы Назарбаевтың ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасында және рухани жаңғыру бағдарламасында берілген тапсырмалар әрбір мемлекеттік қызметшінің жібектей болып жұмсақ есіліп, халыққа ізгі ниетпен, жылы жүрекпен қызмет жасауына шақырады. Бұл бағдарламаларда берген тапсырмалардың жүзеге асыру орындалу бағытында Шиелі ауданы бойынша атқарылған жұмыстарды атап өтетін болсақ, аудан әкімі Әшім Оразбайұлының бастамасымен әрбір аптаның бейсенбі күні кешкілік спорттық шауықтыру кешенінде мемлекеттік қызметшілер күнделікті спорттық ойындармен ойнап, түрлі жарыстарға дайындық жұмыстарымен шұғылдану жұмыстарымен айналысуда. Соның нәтижесінде Қызылорда облысында Қызмет істері агенттігінің және облыс әкімдігінің жүлдесіне арналған арнайы кіші футболдан жарыста біз Шиелі ауданы бірінші орынды иеленіп, жүлделі орынды қанжығамызға байлап, ауданымыздың мақтанышын асыра бастадық. Одан қалды үш тілділікті насихаттау бағытында, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеру бағытында облыстық ішкі саясат басқармасымен жүзеге асырылып жатқан тілді меңгеру саясатына байланысты түрлі оқулар мен курстарға қатысып, арнайы сертификаттарды алдық. Ендігі кезекте әрбір қазаққа оқуға міндетті 100 белгіленген кітаптың оқып, жүзеге асырып, сол кітаптан бойымыз алған барлық құнды қасиеттерімізді халықтың болашағына, елдің игілігіне жұмсайтын болсақ, мемлекеттік қызметтегі біздің мәртебеміздің өскенін деп білеміз. Енді 90 ауыз сөзі толықтай түйіндей келгенде, әрбір мемлекеттік қызметші өмірге деген өзінің көзқарасы менен мансабын қалыптастыру мақсатында тек қана өзгерістерді өзінен бастауы тиіс. About Astana, Luman? Astana, it's a young, modern, new city. Мен Смайыл Шахмарданұлы, Шиелі аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында, өзгерісті өзіңнен баста кіші бағдарламасы аясында, қазіргі таңда мемлекеттік қызмет аясында жүргеніме қазір 2 жыл болды. Қазіргі таңда өзіміз үш тілділікті қолға алып, қазіргі таңда ағылшын тілін үйренудеміз. Burada ең басты мақсатымыз президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясына түсіп, сол жердің магистрі атану. Осыған байланысты қазіргі таңда ағылшын тілін үйреніп, 3 тілді қолға алып, қарқынды жұмыс жасаудамыз. Кітап оқудан тыйылсақ, ой-ойлардан тыйылар едік деп, ұлы жазушымыз, драматург, қоғам қайраткері Ғабит Мүсірепов айтып кеткендей, кез келген қызметкерге, оның ішіне мемлекеттік қызметкерге шешендік өнерін дамытуға, аудиторияны қарата білуіне кітаптың көмегі зор. Себебі ол тіл байлығын қалыптастырушы, дамытушы құрал. Осы себепті біз Шиелі ауданы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілері әрбір адам оқуы тиіс 100 кітаптың тізімін алып, мемлекеттік қызметшілерге ұсынудамыз. Яғни кітап оқу және оқыған кітаптарымызды талқылау сияқты пайдалы іске бос уақытымызды арнағанды жөн көрдік.
рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша өзгерісті өзіңнен баста кіші бағдарламасы арқылы біз Шиелі ауданы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілері жұмыстан тыс уақытта бос уақытымызды тиімді пайдалану мақсатында салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында спортпен шұғылданып тиімді уақытымызды жақсы өткізудеміз. Елбасының рухани жаңғыру мақаласы аясында қолға алынған жаңа бастама бірегейлікті, бәсекеге қабілеттілікті және сананың ашықтығын насихаттайды. Әрбір мемлекеттік қызметші осындай жұмыста өзінен бастауы керек. Осындай жұмыстар негізінде ғана біз үлкен жетістікке жетеміз. Өзгерістерді өзіңнен баста. Атайтып тұрғандай, бұл жоба еліміздегі мемлекеттік қызметкерлердің санасын өзгертуге бағытталған. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметкерлер заман талабына сай қасиеттерге ие болуы тиіс. Бұл ең алдымен шет тілін жетік меңгеріп, бәсекеге қабілетті болып, әдеп кодекс талаптарын сақтау.